Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Рахматулла. Бүгін байқағаныңыздай Кентау қалалық әкімдігіндеміз. 26 қыркүйек сағат 16 сағат 28 минут. Мұнда келу себебімізді бәріңіз де білесіздер. Өткенде цифрландыру бөлімінің қызметкерлері ертең келіңіз деген болатын. Номерді қосамыз деді әкімдіктің. Бірақ мен тағы да оларға уақыт беріп, бірнеше күн қосып келіп тұрмын. Не үшін келмей кетті деп ойламаңыздар. Жаңа ғана көздеріңіз шәлді. 3-ші тоқсанның жеке мәселелері мен азаматтарды қабылдау кестесі дейді. Бізге ең керегі мынау керек болған. 8-72-536. Яғни қалалық нөмір. Қаланың тұрғындары әкімдікке жаңа жеке жазылуға немесе басқа да сұрақтарға мына жерге әкімдікке сандалып келіп, шығынданып, жол ақысын төлеп, біреуге келмей, телефоннан бітіре алатындай дамыған заманда өмір сүріп жатқанымыздың көрінісі болатындай. Қазір енді тексеріп көрейік. Соншама жүгірген нөміріміз не болды, іске қалай қосылыпты. Жасап тұр ма екен? 72-536 30498. О, естіп тұрсыз бар жаққа қоңырау бар жатқан. Баланың аты кім еді? Жас баланың аты? Алмас па? Енді ят болды ғой. Алло. Естіп тұрсыздар ма? Жаттандыру бөлімі. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Жанбол Рахматулла, жөнім Алмас шақырасыз ба кіреберіске? Алмас? Иә, цифрландыру бөлімі. Жақсы. Рахмет. Мінекей, тұрғындар, кентаулықтар сүйініш сұрайын ба? Қалалық нөмір 30498. Қаланың коды 72536. Аудио және бейне жазылым жүруде екенін ескертейін. Аты жөнім Жанбол Рахматулла. Есімім Ербай Алмазболат, цифрландыру бөлімінің бас маманы. Иә, мына жерде бір жарым ай бұрын істен шыққан қалалық нөмір әкімдіктің нөмірі бойынша келіп түсірген болатынмын. Мына жауапты маманнан сұраған болатынбыз. Не мәселемен қалай болып жатқан тағдырын толық айтып берген. Енді соның шешімі табылып, жаңа өздеріңіз куә болдыңыздар. Телефонға хабарласып, қызметкерді шақырдық. Сіздер үйлеріңізде отырып, әкімнің орынбасарларына жазылсаңыздар, сондай мүмкіндік бар ғой, нөмір бойынша. Қалаған ақпараттарыңызды сол нөмірден біле аласыздар. Енді жаңа өткенде келгенде басқа бір нөмір тұрған, сол жалпы әкімдікпен байланыс телефон нөмірлерінің тағдырлары жайлы біліп өтейік. Так, енді сіздер бізге үй телефон арқылы 30498 номер арқылы хабарласа аласыздар, және де екі номер арқылы да ұялы телефондар арқылы да хабарлассаңыздар болады. Және де біздегі алдын түсіріп кеткен 700 деген номерлер бар ғой, оны да жөндеу жұмыстарын жүргізудеміз. Қалай олар іске қосылады, бірден осы қатарға қосып қоятын боламыз. Болды, жақсы. Осының дәл алдындағы видеода жалпы 3 серия болды, ona 4-ші серия болып тұр. 3-ші серияда мына жердегі 2 номер уақытша деген болатынсыздар. Бұл қазір уақытша ма әлде? Уақытша дегенде аналар қосылғанша ғой, енді бұл да жұмыс жасап тұратын болады. Толыққанды осыны да сақтап қойса болады дейсіз ғой. Осы операторлардан болса, жаңағыдай тарифтің не жағынан қарай, ыңғайына қарай тұрғындар хабарласа алады бізге. Жақсы, рахмет пікіріңізге, қызметіңізге де рахмет. Өте баяу созыңқы жүрсе де, бірақ іс соңына дейін жетті. Енді тағы да өшіп қалмайды деп үміттенеміз. Жаңа контракттарыңызды ұлттық компания Қазақтелекоммен дер кезінде жасасып отырасыздар деген сенімдеміз. Рахмет, ісіңізге сәттілік, өсе беріңіз. Жемқор, парақор болмаңыз, өтініш. Рахметті алмаңыздар адамдарды. Тек алғысауыңыз, зат күйінде алмаңыздар. Сәттілік, рахмет. Мінекей,
3 аптаға жуық уақыт сіздер үшін, сіздердің жайлықтарыңыз үшін шапқыладым. Бұған шын көңілден өздеріңіздің пікірлеріңіз, тілектеріңіз жазып кетсеңіздер болады. Ағайын, өтінем, бұл істеп жатқан іс-әрекетім үшін маған демеушілік көрсетіп жатқан немесе қаржыландырып жатқан ешкім жоқ. Бұл өзімнің шын көңілден халықтар үшін жасап жатқан іс-әрекетім. Дәл сол сияқты сіздер де өздеріңіздің отбасыларыңыз, жаңа халық, көршілеріңіз, жалпы болашақ үшін, еліміз, жеріміз үшін сіздер де шапқылап, атсалысып тұрсаңыздар деген тілек білдіргім келеді. Жанбол, рахматулла.